Құрметті тыңдармандар, амансыздар ма? Біз төменде қазақ даласынан табылатын дәрілік өсімдіктердің, дәрілік шөптердің, тағы басқа дәрілік хайуандардың қандай ауруларға ем болатындығын таныстырумен қоса, олардың ауру үшін қандай мөлшерде, қай жері, мысалы өсімдік болса тамыры ма, жапырағы ма, гүлі ме, егер аңдар болса, үй хайуандары болса да, даладағы түз жануарлары болса да, олардың қайсы мүшесі қандай ауруға ем болатындығын, оның мөлшері қаншалық болғанда ем болатынын, дозасын және сол бойынша дәріні қалай жасау керектігін таныстырып өтетін, қазақ емшілігін жан-жақты қазақ ұлты үшін қызмет ететіндей етіп жазылған рецепттерді оқитын боламыз. Сіздер бұл дәрілік өсімдіктерді танысаңыздар, танымасаңыздар да, тек қана нақты танитын қазақ емшілеріне апарып, осы дәрілік, осы лекциямды қайта тыңдатып, немесе жазып алып, содан кейін барып, сол қазақ емшілігімен ата бабасынан шұғылданған, әсіресе мына Қытай қазақтарының емшілеріне барып, осылай емдік рецепт бойынша дәрі жасатып барып қолдануға кеңес береміз. Өз беттеріңізбен ем жасап, немесе одан уланып қалмауларыңызды сұраймыз. Бірінші, адыраспан. Адыраспанды сабағы мен жапырағын қайнатып, мөлшерлеп ішсе, талма, сал, ұмытшақтық, суықтан болған ми қабынуы және тарамыс ауруларына ем болады. Екінші рецепт, сабағы мен жапырағынан 30 грамм алып, жаншып, 120 мл суға қайнатып, шырынын сүзіп алып, 90 грамм бал, 60 грамм күнжіт майымен араластырып ішсе, дереу құстырады. Бұл құса алмай жүрген адамдарға ем болады екен. Үшінші рецепт, 500 грамм адыраспан шөбін жарты литр қызыл араққа қайнатып, күніне 30 граммнан 1 ай ішсе, талма, бастың созылмалы ауруынан айықтырады. Белгілі себеппен бала көтеруден тоқтап қалған әйелдер 3 күн ішсе жүкті болады. Төртінші рецепт, күніне 4-6 граммнан 15 күн ішсе, ревматизм ауруын басады. Оған жаншылған зығыр тұқымын қосып жалғастырып ішсе, демікпені жазады. Демікпе деп те айтамыз, ентікпе деп те айтамыз, осы ауруға ем болады. Бесінші рецепт, тісті адыраспанның шөбімен ыстаса, қақса бауырғаны басылады. Алтыншы рецепт, буынның желғыз қоздырған қабынуына қолданылады. Ол үшін жас сабағы мен жапырағын жаншып, буынға таңады. Пайдалану мөлшерлері сабағы мен жапырағынан 4-8 граммға шейін, құмынан жарты граммнан төмен пайдалану керек. Адыраспанның құрамында адыраспан сілтісі, ұшпа май бар. Ескертейік, улы болғандықтан абайлап қолданған жөн. Аюдың өті. Бірінші рецепт, дене температурасының көтерілуінен болған сандыраққа, талма және сіреспе ауруларына 1 грамм аю өтін қайнаған сумен ішеді. Көздің дәнекер қабығының созылмалы қабынуына, мүйізгек қабығының ағаруына қолданылады. Ол үшін аю өтінен біраз алып, таза суға ерітіп, көзге тамызады. Немесе сары маралдың өтін қосып, сұйылтып тамызады. Үшінші рецепт, сом және чиқан күйіп жанып сыздағанда, аю өтінен біраз алып, таза суға ерітіп, жараның сыртына жағады. Төртінші рецепт, ұзаққа созылған жөтелге, балалардың көк жөтеліне аю өтінен белгілі мөлшерде алып, суға езіп, қантқа тамызып, 1 шақпақ қантқа 18 тамшы тамызасыз. Күніне 2 рет ішкізеді. Балалардың шошымасына бұршақтай аю өтін омыраудың үстіне езіп ішкізеді. Аюдың майы желғыз қоздырған буын ауруын басуға қолданылады. Ол үшін қыртыс майды буынға тартады, немесе еріткен майды бірнеше күн қыздырып жағасыз.
Cumurçakka jel baylanganda 100 gram eritilgen аю майын жылытып жұтқызса, cumurçaқты жібітіп jelді айдайды. Cumurçaқты білесіздер, асқазанға жел байлануды айтамыз. Үшінші, аю өті қолдағы созылмалы қиғаққа да ем. Ол үшін аю өтінен 3 грамм, қараған қынасынан 9 грамм, хлорлы сынаптан 3 грамм, камфорадан 3 грамм араластырып, ұнтағын аю майынан қосып өңдейді. Істетуден бұрын 9 грамм қызыл миямен 9 грамм даршынды 9 грамм суға қайнатып, сол сумен қиғақты жуады. Соңынан өңделген майдәрі жағады. Аю балдырған. Бұл көп жылдық чөптектес өсімдік. Биіктігі жарты метрден 1,5 метрге шейін жетеді. Жуантық болады. Тамырының сыртқы қабығы қоңыр, кейбіреу көкшіл түсті болады. Сабағы тік өседі. Жапырағы 2-3 қайталанған қауырсын айрықты. Жапырақтарының жиегінде кетіктері болады. Жапырақ сабағының түп жағы кеңейіп, қынапшаланып, сабақты орап тұрады. Гүлі ақ болады. Шатырша гүл шоғырлы сабақ басында өседі. Қос тұқымды жемісі сопақтау келеді. Ауа райы салқын, жаңбыр көп жауатын ылғалды, құнарлы жерлерде, биік тауларда өседі. Ем болатын аурулары: қанды толтырады, күшейтеді, етеккірді қалпына келтіреді, қанды тияды, ішекті дымдандырады. Бірінші рецепт: етеккірдің келу мерзімі бұзылған кезде 10 грамм аю балдырған, 6 грамм ақ шұғынық, 4-5 грамм иісті тамыр, 10 грамм пысқан оймақ гүлді, етеккір кірнесіне тырнақ гүлден 10 грамм, етеккір тоқтап қалса чабдол дәнінен 9 грамм, мақсардан 6 грамм қосылады. Суға қайнатып ішеді. Шаш түскенде аю балдырғанмен екпе арша жемісінен 500 грамнан талқандап, оқ дәрі жасап, тамақ артынан 6-9 грамнан күніне 3 рет ішеді. Үшінші рецепт: көп буынақты артерияның соқпа тамырдың қабынуына аю балдырған, қара тамыр, үшқат гүлінен 1,5 грамнан, иісті тамыр, мақсардан 9 грамм, чийкі оймақ гүлден 30 грамм қосып, күніне 1 байламын суға қайнатып ішеді. Қан аздыққа сары миядан 9 грамм, аю балдырғаннан 9 грамм, ақ шұғынықтан 180 грамм, бұғы мүйіз желімінен 30 грамм, өңделген қызыл миядан 60 грамм қосып талқандап, 9 грамнан 2 рет ішеді. Әйел босанғаннан кейінгі қан аздыққа аю балдырғанмен чийкі жемжемілді қой етіне белгілі мөлшерде қосып пісіріп, етін жеп сорпасын ішеді. 5-ші рецепт: етеккірдің чанчуына аю балдырған мен тырнақ гүлден 30 грамнан қосып талқандап, 9 грамнан қайнаған сумен ішеді. Немесе чийкі жемжемілден 3 жапырақ қосып, суға қайнатып ішеді. 6-ші рецепт: жығылып жарақаттанғанда кеуде жарақатын аю балдырған 3 қырлы өлең, шабдол дәні, мақсары, ақ қышы тұқымының әрқайсысынан 9 грамм қосып суға қайнатып ішеді. 7-ші рецепт: бел аяқ ауырғанда және шиқан, сыздауық шыққанда да осы ем қолданылады. Жаңағындай аю балдырған, 3 қырлы өлең, шабдол дәні, мақсары, ақ қышы тұқымдарының әрқайсысынан 9 грамм қосып суға қайнатып, сол бел аяқ ауырған, шиқан, сыздауық шыққанда қайнатып ішеміз деп айттық. Енді бел аяқ ауырғанда аю балдырғаны 6-дан 12 граммға шейін. Бұл дәрінің құрамында ұшпа май, никотин қышқылы, витамин А және B1, B2-лер бар. Аюбас тікен, үлкен ақ тікен. Бұл көп жылдық чөптектес өсімдік. Биіктігі 1 метрден асады. Өн бойында ақ және қоңырқай түсті түктері болады. Тамыры топтасып өседі. Сабағы тік болады. Түп жағындағы жапырақтары сабақты, кері қандауыр формалы, қауырсын айрықты, жиегі тісті. Тістерінің үші ұзын, тікенді, бет жағы жасыл, артқы беті күлгін түсті болып келеді. Сабағында өсетін жапырақтары кезектесіп орналасқан. Сағақсыз, түп жағы сабақта тұрады. Чоқпас гүл шоғыры сабақ ұшында немесе қолтықтай өседі. Гүлі қызыл күрең түсті. Чоқпас гүл орны домалақ, тұқымша жемісі сопақ және жалпақтау болады. Тау беткейлерінде
жол жағасында егістіктерде өседі. Аюбас тікеннің жер үсті бөлігі дәрі болады. Гүлі ашылғанда жинап, жуып, тазалап кептіреді. Чекідей немесе қуырып жасалады. Тәттілеу, кермек дәмді, уысыз болады. Ем болатын аурулары ұйыған қанды ыдыратады, ісікті қайтарады, қанды салқындатады және тияды. Аюбас тікен мұрыннан қан аққанда, қан аралас үлкен дәрет келгенде қандын есепке, емдікке қолданылады. Ол үшін аюбас тікен қурай, рауғаш, жер қонақ және ойраннан тең мөлшерде талқандап, су құйып 2 сағат қайнатқан соң дәрілік самасын сүзіп алып тастап, тағы да әлсіз отқа қыздырып құрғатады да қалдығын талқандап 1,5 грамнан ішеді. Өкпе туберкулезінен қан түкіргенде аюбас тікен қурай, саранадан 600 грамнан, есек желінен 420 грамм алып, алдымен алдыңғы 3 дәріні талқандап, 1 данадан күніне 3 рет 3 ай бойы ішу керек. Қандын есеп келгенде 30 грамм аюбас тікен, 1,5 грамм талик топырағы, 9 грамм сарағаш, 6 грамм қызыл мияны қосып, суға қайнатып ішеді. Жатыр қызметі бұзылуынан қан келгенде аюбас тікен қурай, ойран чөп, қуырылған, уылдырық және есек желінің әр қайсынан 9 грамнан араластырып, суға қайнатып ішеді. 5-ші рецепт асқынған шиқан жараларға жас күйіндегі аюбас тікеннен белгілі мөлшерді алып, жаншып, шырынын қайнатып ішеді. Қалғанын ауырған орынға жағып тартады. Мұрын 6-ші рецепт. Мұрын қуыс қабынғанда 90 грамм аюбас тікен тамырымен 2-3 жұмыртқаны бірге қайнатып, жұмыртқаны жейді, сорпасын ішеді. 7-ші рецепт. Отқа және қайнаған суға күйгенде жаңа аюбас тікен тамырын жастай жаншып, суын жараның бетіне күніне 2-3 рет жағады. Жамырай жайылған қотырға аюбас тікен мен тікен қурайдан тең мөлшерде алып, сүтке батырып, жұмсарған соң жаншып, жараға таңады. Пайдалану мөлшері 4,5 грамнан 9 грамға дейін.